Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 4-ші сынып математика сабағынан жиынтық бағалау, яғни ЖБ тапсырмалармен танысатын боласыздар. Менімен бірге болыңыздар. Егерде басқа сабақтардан да жиынтық бағалау мен 90-дық жиынтық бағалаудың тапсырмаларының жауаптары керек болса, менің WhatsApp нөміріме жазсаңыздар болады. Бұл 3-ші 90 бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Қозғалысқа өнімділікке берілген есептер бөлім бойынша жиынтық бағалау. Ең бірінші тапсырма сіздерге сызба берілетін болады. Бұл сызбада бірінші мотоциклші және де велосипедпен келе жатқан екі адамның жылдамдықтары берілген сіздерге және арақашықтығы берілген. Сіздерге табу керек уақыт. Осы сызбаға қарап, міне сіздерге жазып қойдым. Екі адамның жылдамдығын жазасыздар. В1 18 км сағат, В2 6 км сағат. Арақашықтығы 48 км. Табу керек. Т уақыт сағатты табуымыз керек. Шешуі уақытты табу үшін арақашықтықты бөлеміз жылдамдыққа. Бізде екі жылдамдық болғандықтан жалпы жылдамдықты табу үшін В1-дан В2-ні алатын боламыз. Шешуі Т тең болады. Бізде 48 арақашықтық. Біз енді В жалпыны табу үшін В1-ден В2-ні аламыз. Сол уақытта бізде болады 12. 48-ді 12-ге бөлгенде уақыт Т тең болады 4. Сонда балалар жауабы 4 сағат. Екінші тапсырма. Суреттегі велосипедші мен жаяу адамның қозғалыс графигі бейнеленген. Графикті пайдаланып сұрақтарға жауап жазасыздар. Бірінші сұрақ. Жаяу адамның жылдамдығы қандай? Жауабы 5 км сағат. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлдік. Яғни бізде арақашықтық 15 км, уақыт 3 сағат. 15-ті 3-ке бөлгенде 5 км сағат. Келесі сұрақ. Ол 4 сағатта қандай қашықтықта болды? Енді біз жылдамдығын таптық. Сондықтан 4 сағатымыз белгілі. 4-ті көбейтеміз 5-ке, тең болады 20 км. Үшінші. Велосипедшінің жылдамдығы қандай? Жаңағыдай жылдамдықты тапқан секілді арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни бізде арақашықтық 30 км, уақыт 2 сағат. 30-ды 2-ге бөлгенде 15 км сағат. Келесі. Ол 30 км жолды неше сағатта жүріп өтеді? Әрине, бізде 30 км арақашықтық белгілі. Бізде жылдамдық белгілі. Сағатты табу үшін бөлеміз арақашықтықты жылдамдыққа. Сол кезде 2 сағатымыз шығады. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын балалар. Енді балалар, бағалау критерийлеріне назар аударайық. Бізде міне бағалау критерийлері тұр. Бұнда міне бірінші тапсырма бойынша барлық критерийлер орындалды. Жақындау жылдамдығын табу өрнегін құрады. Өрнектің мәні табылды. Уақытты табу өрнегі құрастырылды. Өрнектің мәні табылды. Есептің жауабы жазылды. Тапсырманы орындаған уақытта балалар толығымен өлшем бірліктерін ұмытпай, анық жазуды ұмытпаңыздар. Екінші тапсырма міне барлығы 9 балл қойылған. Екінші тапсырма. Жаяу адамның жылдамдығын анықтайды. Уақытқа сәйкес арақашықтық табады. Велосипедшінің жылдамдығын анықтайды. Арақашықтыққа қатысты уақытты анықтайды. Жалпы 9 балл. Назарларыңызға рахмет оқушылар.
ЖБ ТЖБ тапсырмалар жауаптарымен егерде керек болып жатса, менің осы WhatsApp номеріме жазсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Егерде бұл тақырып сіздерге сәйкес келмеген жағдайда, менің басқа видеоларымды қарауға кеңес беремін. Басқа видеоларда ЖБ ТЖБ тапсырмаларын басқа тақырыптарда талдайтын боламын. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.